Сәлем, жаңа жыл. Жуырда жаңа жыл, достар. Барлықтарыңызды осы мерекемен құттықтаймын және жаңа жылды әртүрлі қылып, әртүрлі уақытта қарсы алуға болады. Мысалға, Ресей Федерациясының өзінде сіз бір жаңа жылды 11 рет қарсы аласыз. Өйткені Ресей Федерациясының аумағы өте үлкен және ол 11 түрлі сағат белдеулерінде орналасқан. Ал біздің Қазақстанда бір жаңа жылды сіз 2 рет қарсы аласыз. Өйткені біреуін Астана уақытымен, біреуі батыс уақытымен. Осы мерекеге орай маған мынандай ой келді. Басқа материк емес, басқа ел емес, басқа ғаламшарларда қыс және жаңа жыл қалай және қай уақытта басталады? Жыл мезгілдері тек біздің ғана жерімізде емес, басқа ғаламшарларда бар. Жыл мезгілдері жердің күнді айналуының әсерінен өзгереді. Мысалға, жердің бірінші жартышарында күн түсіп тұрғандықтан онда жарық, яғни онда жаз болып жатыр. Ал екінші жартышарында күн түспейді, яғни қараңғы, сондықтан сәйкесінше онда қыс. Осының әсерінен біз гардеробтағы киімімізді ауыстырамыз, ауа райын бақылаймыз және міндетті түрде жаңа жылды қарсы аламыз. Біздің күн жүйемізде барлығы 9 аспан денесі бар. Плутонды қосқанда. Күннен бастайық. Күннің температурасы 5 градус, яғни онда миллиардтаған жылдар бойы тек қана жаз, яғни онда біз азынан кешке дейін загар алсақ болады деген сөз. Онда әр күн сайын миллиардтаған жылдар бойы тек термоядролық реакциялар, ыстық плазмалар және ядролық синтез. Басқа дым жоқ. Меркурийдің көлбеу осі жоқ және оған қоса онда мүлде атмосфера жоқ. Соған байланысты сіз үшін онда жыл мезгілдері жоқ. Меркурий күнге тек бір жағымен ғана айналатын болғандықтан, оның бір жағы үнемі 452 градус ыстық, қараңғы жағы минус 192 градус салқын. Бірақ Меркурийдің күн сәулесі түспейтін терең кратерлерінен әлде су мұздықтарын табуға болады. Келесі шолпанның көлбеу осі тым үлкен немесе тым кішкентай. Ол сіздің қарағаныңызға байланысты. Ол өзінің осінен басқа ғаламшарларға қарағанда тым баяу немесе тым жылдам қозғалады. Және шолпанның атмосферасының улы CO2 газы құрайды. Осы газдың арқасында атмосферасының қысымы жоғары болғандықтан, ол бар жылуды өзінде ұстайды. Марстың көлбеу осі 25 градус, жердікінен 2 градусқа ғана артық. Және оның күннен арақашықтығы біздің ғаламшарымыздағыдай көрініс береді. Оның атмосферасы жұқа болғандықтан, онда температура тұрақсыз. Оның солтүстік полюсында қатқан қалың мұздықтар бар. Марстағы ыстық желдер 30 градусқа дейін жетеді. Сол желдердің мұздықтарды ертуге шамасы бар. Және Марсианин фильміндағыдай картоп өсіруге де болады. Юпитерде жыл мезгілдері бар деуге болады. Оның көлбеу осі 3 градус, және онда үнемі газды дауылдар болғандықтан сіз жыл мезгілдерін байқамайсыз. Сатурнның осі 27 градус. Сатурн күнді айналу барысында ол өзінің сақиналарымен бірге ары-бері қозғалып отырады. Ондағы бір жыл кем дегенде 7 жылға созылады. Сатурнның солтүстік полюсындағы 6 бұрышты дауыл жыл мезгілдерімен сәйкес түсін өзгертіп отырады. Қыстың күні 6 бұрышты дауылдан солтүстік шығыласын көруге болады. Сатурнның серігі Титан, күн жүйесіндегі атмосферасы бар. Ағып жатқан өзендері бар жалғыз серік. Бірақ Титандағы өзендер біз білетін су емес, сұйық метан. Әрбір жыл мезгілі Титанда 7,5 жылға созылады. Сатурн жүйесінде жыл мезгілдерінің өзгерісін байқау қиындау. Себебі ол күнді 30 жылда ғана айналып болады. Әлі күнге дейін тұрпайы көрінетін жыл мезгілдері Уранда. Бұл газды гиганттың көлбеу осі шамамен 90 градус. Ол күнді айналу барысында оның солтүстік полюсі мен күнге қараған жағдайда оңтүстік полюсте қыс болады. Онда қыс 21 жылға созылады. Күшті. Нептунның көлбеу осі 30 градус. Күннен тым алыс орналасқан және ол күнді айналып шығу үшін 165 жыл керек. Яғни қыс онда 40 жылға созылады. Жаз мезгілі келгенімен онда бәрібір салқын, өйткені ол күннен тым алыс орналасқан. Жаз болмайды десек те болады. Ал Плутон өте экстремалды жағдайларда орналасқан. Оның айналу орбитасы эллипс тәрізді. Яғни ол күнге бірсе жақын, бірсе алыс болады. Ғалымдар Плутондағы жыл мезгілдерін супер қыс және супер жаз деп бөледі. Ол күнге жақын болған жағдайда Плутонда супер жаз. Ал күннен барынша алыс болған жағдайда онда супер қыс. Бірақ біз онда қыстың немесе жаздың қалай өтетінін біз білмейміз. Бірақ оны білген сәтте ол бізге супер ақпарат болатынына сенімдімін. Әзірше тек бұл біздің күн жүйеміз ғана. Қазір астрономдар неше түрлі жұлдыздарды, неше түрлі ғаламшар, экзопланеталарды ашуда. Мүмкін дәл біздің Уран ғаламшарымыз сияқты 90 градуста айналатын ғаламшар бар шығар. Мүмкін дәл біздің Плутон сияқты супер жыл мезгілдермен бар ғаламшарда болуы мүмкін. Біздің көзіміз үйренген аспанда бір жұлдыз емес, аспанда 2 жұлдыз болатын ғаламшарларда бар. Тіпті біздің санамызға кіріп шықпайтында неше түрлі ғаламшарларда болуы мүмкін. Сол үшін өзіңді дамыт. Пока. Видеоның соңына дейін көрген адам менің
құттықтауыма лайық. Сондықтан да алда келе жатқан жаңа жылдарыңызбен барлықтарыңызға жаңа бақыт, жаңа жетістіктер тілеймін. Және біздің каналға тіркеліңіздер. Егер видео ұнаса, соны репост арқылы достарыңызға таратыңыздар. Осы видеоның тақырыбын достарыңызбен талқыласаңыздар болады. Және Мадияр Пернебай оралды. Оның арнасына жаңа видеолар шығып жатыр. Сондықтан да кіріңіздер, көріңіздер. Келесіде осындай видео шығарады деген ойларыңыз болса, соңында жазып кетіңіздер. Бүгінгі шығарылым бұл соңғы видео емес әрине. Осыдан кейін жаңа видеолар шығады. Біз қоштаспаймыз. Әзірше осы. Сіздердің болған мен, Аскербек. Өзің дамыт. Пока. Самая вышка, 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 самая вышка. Сені мен көрген сайын, как будто тебя знаю.